Күнә деген нәрсе, Құдай басқа салмасын, өте бір адам үшін жеркенішті нәрсе. Компьютеріңіздің де, смартфоныңыздың да ішіне фото толып қалса, немесе ішіне әртүрлі қоқыстар толып қалатын болса, вирустар, бұның да жұмыс жасауы қиындай береді. Сол сияқты сіздің жүрегіңізге де күнәлар толып қалған болса, сіз ол күнә екенін мойындамасаңыз, елдің бәрі істеп жатыр ғой, сол маған ғана күнә болды дейсің ба деп мойындамасаңыз, сіздің өміріңіз тығырыққа тіреле береді, сіздің алдыға жүру адымыңыз ауырлай береді. Сондықтан бір әдетке айналып қалған күнә болса, оны бірінші кезекте түгелдей қоя алмасақ та азайтуға тырысуымыз керек. Азайтып жасап. Егер ол күнә күніне 3-4 мәрсе қайталанатын болса, азайтуға тырыс. Мысалға, соның жай орташа бір күнәні алайық, боқтау. Адам боқтап сөйлейді. Быдан, сыдан, басқадан келетін боқтықтың түрі көп. Сол боқтықтарды аузына араластырған кезде өзімен өзі күрессе, күніне 100 рет боқтық айтатын адам 50-ге түсіре алады. 50-ді 25-ге, 25-ті 10-ға сөйтіп құтыла бастайды. Біріншіден. Екінші, сол боқтыққа себеп болатын ашулану секілді, немесе боқтап сөйлейтін жора жолдас секілді орталардан алыстауға тырысу керек. Сол кезде боқтығыңызды азаяды. Үшіншіден, сіздің аузыңыз ол ең таза, ең көркем дүниелердің қабыл болатын жері. Яғни сіздің егер аузыңыз боқтыққа толатын болса, аузыңыздан шыққан сөз қатын бала шағаңызға да әсер етпейді. Неге? Аузының дуасы жоқ адамның сөзі өзгенің жүрегіне жетпейді. Сондықтан сіздің аузыңыздан боқтық шығатын болса, онда аузыңыздың дуасы қашып жатыр деген сөз. Ал аузыңыздан Құдайға құрметті болған сөздер шығатын болса, міндетті түрде сіздің сөзіңіз отбасыңызға ғана емес, өзгелердің де жүрегіне әсер етіп, Құдай сөз арқылы абыройыңызды көтере бастайды. Ауыздың тазалығы деген үлкен дүние. Сондықтан қандай да бір жасырын күнәңіз болса, ел білмейтін бір нәрсені қарап қойып, бір нәрсені тыңдап қойып, бір нәрсені естіп қойып, бір нәрсені түртіп қойып, бір нәрсені шұқып қойып жүрген болсаңыз, бірінші азайтыңыз. Азайтқан нәрсені жеңу жеңілірек болады.